Мысалы, жатсаң тұрсаң Құранды оқы дейді Омар Қараш деген кісі. Сол адам айтуы мүмкін, қалай жатсаң тұрсаң оқисың оны, жұмыстың істейді деп та. Сосын Алла тағала жаңа телефон деген нәрсені жаратып қойды. Алып көрейік енді, рас па өтірік па сенікі. Жұмыс істеп жүріп үлгеріп жүрсің ғой телефонды. Уахилер түсіп жатады ана жерде. А мына жақтан не беріп жатыр екен деп біз оқимаймыз. WhatsApp-та күллі уахиды қабылдайсың. Оны еще біреуге жіберіп үлгересің, мысалы. А мына жақтан қабылдап үлгермейміз. Телефонмен сынай салды Алла тағала. Егер қаласа Құранды өсіп қалтаңда жүру керек еді дейді. Бірақ жүре алмай жатыр. Жатсаң қасыңда жатады. Тіпті жаңағыдай қасыңда жұбайың келмей тұрып телефонды тексеріп алуы мүмкінсің. Телефон қалды ма, қалған жоқ қана. Таңертең телефонды бірінші аласың. Қандай уахи келіп қалды деп қарайсың. Ол ашылмай жатса, айналып күтіп отырасың оны ашылғанша. Не дегені қыласыз мысалы. Ата көрсетті. Осының орнында Құран болса да болады ғой дейді. Бірақ осындай адам. Сонда хадиспен аяқтайық онда. Осы мағынаны түсіндіру үшін пайғамбарымыз саллаллаху айтады, Аллах тағала жәннатты жаратқан кезде Жибрилге көрсетті дейді ең әуелі жәннатты. Көріп қайтшы деп. Көш ішіндегі мен әзірлеген нәрселерді деп. Сосын Жибрил ана жәннатты көрген, ішіндегі нәрселерден сүйсінген бетте, я Раббым, ұлылығыңмен ант етем, жәннатты естіген адам дейді, кірмей қоймайды дейді маған. Сонда Алла тағала жәннатқа әмірін түсіріп, жәннатты жаңағындай қызықты, нәпсіге қызықты нәрселер, жаңағындай айтайық, қиын нәрселер бар ғой. Нәпсіге қиын нәрселер, нәпсі ұнатпайтын. Сондай ұнамсыз, жағымсыз нәрселермен қаптап тастады дейді. Яғни 5 уақыт намаз, Рамазанда ораза, садақа бер, ананы кешіре сал, маған сабыр ете сал, 100 рет астағфирулланы айт. Нәпсіге мысалы ұнамай жатуы мүмкін әуелгі уақытта. Сол сияқты адамның нәпсісіне ұнамайтын бил мәкәрих дейді, хуффат бил мәкәрих. Нәпсісіне ұнамайтын, сондай жағымсыз, сондай нәрселермен қаптап тастады дейді. Сосын айтты дейді, енді барып көрші дейді. Өте алмаған ғой Жибрил анадан. Жаңағы нәрселерді көрген кезде, я Раббым, ұлылығымен ант етем, қорқып кеттім, ешкім кіре алмай қалады-ау деп дейді. Сіз ба? Сондықтан олар парыздар, одан кейін пайғамбардың сүннеттері, нау болады, нау болмайды деген нәрселері өзі солай. Жәннат қымбат. Сол үшін солай жасады. Одан кейін тозақты жаратқан. Қорқынышты тозаққа Жибрилді атаға жіберіп көрсетеді. Тозақты көріп қайтып келіп, Раббым, ұлылығымен ант етем, мынаны естіген адам ешқашан кірмейді, мына жерге жақындамайды дейді. Сосын Алла тағала оны нәпсіге ұнайтын нәрселермен қаптап тастаған екен. Биш-шахауат дейді. Құмарлықтар, қызықтар, сондай нәрселермен. Енді барып көрші деген кезде, Раббым, қорқып кеттім, ұлылығыңмен ант етейін, мынаған күлдісі кіріп кете ме деп қорқамын дейді. Сондықтан жаңағындай телефондар, мысалы айтайық, пайдалы нәрселер бар ғой ішінде, бірақ жалпы айтып отырмын. Дәп сондай ықыласты қалталы Құран алып, екеуін қатар ұстап жүрсек қайтеді? Күресіп жүретін. Нан оқып қойғаннан кейін нан оқып қойып дегендей нәрселер да, шама келгенше. Өйткені біз өзіміз соны бастап өзгермейінше, Алла тағала айтады, мен сенің жағдайыңда өзгертпеймін дейді. Көрдіңіз ғой? Сондықтан өзімізге сондай Алла тағала баршамызға осы айтылған нәрселерді істей алуға жігер нәсіп етсін. Баршамызға иншалла. Алла қателік күнәларымызды кешіріп рахымына бөлесін. Субханакаллахумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настағфирука.